Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Диана жоғары медицина колледжінің арнайы пәндер оқытушысы Нұрбекова Мөлдір Кеңесқызы. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз асқорыту қызметі бұзылған кездегі медбикелік үрдіс асқазанды жуу. Асқазанды жуу мақсаты диагностикалық, емдік, өңеш арқылы асқазан ішіндегі затты сыртқа шығару. Қолдану көрсетілімі: сапасы төмен тамақтан, иісті газдан, саңырауқұлақтан, ішімдіктен, дәрі-дәрмектен уланған кезде. Қарсы көрсетілімі: асқазан өңеш ауруларында, ісігінде және қан кеткенде, ауыз қуыстың, жұтқыншақтың, қабыну ауруларында, инфаркт миокард ауруларында және ми-қан айналымының бұзылысы кезінде қолданбаймыз. Дайындаймыз: стерилденген жуан асқазан сүңгісін, стерилденген лотокты, пинцетті, құйғыны, кружканы, дәке салфеткасын, бір рет қолданатын қолғапты, жанұя шприцін, фонендоскопты, шлапшынды, бөлме температурасындағы 10-12 литрдегі жылы суымызды, 2 дана алжапқышты және қауіпсіз жоюға немесе кәдеге жаратуға арналған А және Б сыныбын дайындаймыз. Ең бірінші, мейірбикенің іс-әрекет алгоритмі. Сәлеметсіздер, мен терапия бөлімшесінің мейірбикесі Нұрбекова Мөлдір Кеңесқызы. Сізді қалай атаған ыңғайлы? Сізге дәрігердің тағайындауы бойынша асқазанды жуамыз. Науқастың келісімін алғаннан кейін қолымызды 111-ші бұйрық бойынша антисептиксіз және антисептик деңгейде қолымызды өңдейміз. Қолғабымызды киеміз. Қалдықты А сыныбына тастаймыз. Қолымызды киіп болғаннан кейін алжапқышты киеміз. Науқасқа алжапқышты кигіземіз. Екі тізесін екі жаққа ашуын сұраймыз. Аяғының астына шлапшыны қоямыз. Қойып болғаннан кейін пинцеттің көмегімен жуан асқазан сүңгісін аламыз. Асқазанды жуудың 3 өлшемі бар. Бірінші өлшем: науқастың бойынан 100 см алып тастаймыз. Екінші өлшем: құлақтан мұрынға дейін, мұрыннан төстің семсер өсіндісі. Үшінші өлшем: күрек түстен кіндікке дейін, кіндіктен науқастың 4 саусағы. Сол жерге белгі қоямыз. Белгі қойып аламыз. Белгі қоямыз да жуан асқазан сүңгісін қаламсап тәрізді қылып ұстаймыз. Саңылауын жылы суға малып аламыз. Науқастың аузын ашуын сұраймыз. Жуан асқазан сүңгісін енгіземіз. Мұрнымен терең дем алып, жұтынуын сұраймыз. Енгізіп болғаннан кейін асқазанға түскенде көзімізді жеткізу үшін жанұя шприціне ауа сорып аламыз. Жуан асқазан сүңгісіне ауа жібереміз. Фонендоскоптың көмегімен асқазан тұсына қоямыз. Бұрқылдаған дыбыс шығу керек. Көзімізді жеткізгеннен кейін
Құйғыны жуан асқазан сүңгісіне бекітеміз. Бөлме температурасындағы 20-22 градустағы жылы суымызды аламыз. Кружканың көмегімен тізе деңгейінде құйғыны ұстап тұрып, жылы суымызды алып, құйғыға құямыз. Жоғары деңгейде көтеріп, қайтадан тізе деңгейінде әкеп, шылапшынға құямыз. Екінші, тағы да құямыз. Тізе деңгейінде жоғары көтереміз. Таза су шыққанша бірнеше рет қайталаймыз. Құйғыны аламыз. Тез еркіндіге саламыз. Салфетканың көмегімен жуан асқазан сүңгісін аламыз. Егер де жуан асқазан сүңгісі бір рет қолданатын болса, қауіпсіз жоюға немесе кәдеге жаратуға арналған контейнер Б сыныбына тастаймыз. Көп рет қолданатын болса, без еркіндіге саламыз. Дәке салфеткасын Б сыныбына тастаймыз. Науқастың ауыз қуысын шайқап, ауыз қуысын құрғатамыз. Б сыныбына тастаймыз. Алжапқышты аламыз. Арасына 15 минут салып, 2 рет без еркіндімен сүртеміз. Шылапшынды аламыз. Өзіміздің алжапқышты алжапқышымызды алып, арасына 15 минут салып, 2 рет без еркіндімен сүртеміз. Науқасқа ыңғайлы қалып береміз, физикалық және психикалық тыныштық береміз, науқасты оңаша қалдырамыз. Қолданылған заттардың бәрін қауіпсіз жоюға арналған контейнерге саламыз. Қолғапты шешіп, қолымызды жуып кептіреміз.